жылы немістер жазушы Герман Гессенің «Степной Волга» атты шығармасы жарық көрді. Жалпы бұл шығарма неміс әдебиетіндегі Герман Гессе шығармашылығындағы ең бір іргелі белді шығармалардың бірі. Немесе біз бүгін осы шығарма туралы сөйлейтін боламыз. «Степной Волк» шығармасы туралы. Енді сізге әуелі мынандай сұрақ. Осы «Степной Волк» шығармасының ағымдық астарында не жатыр деп ойлайсыз? Негізі өзі аты тұрған кезде қасқыр деген ұғым бар. Мысалы, қасқыр дегеніміз бұл мына қасқыр негізінен өзі жалғыз жүретін, бір сондай өзі жалғыз жүріп жаңағыдай арландары, үйірменде жүреді, бірақ негізі кейбір арландар болады, жалғыз өзі тірлік жасайтын. Сонда бұл негізі «Степной волк» деп аталуының негізінде үлкен мағына бар. Еуропада сол кезде 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында сценсизм деген ұғым бар ол. Яғни барлығын ғылымға сену, ғылым шешеді. Проблеманың бәрін ғылым шешеді деген түсінік болған. Сол ғылымға берілген бір жігіт, мына Фауст деді, осы мәселе көтеріледі. Бүкіл ғылымның бәрін тауысып, ақыры тығырыққа тіреледі, дағдарысқа ұшырайды. Сөйтіп, өмірден баз кешіп, өйткені ғылым ол жасанды нәрсе болғаннан кейін таза, мына жапа-жалғыз ғылым дейді ғой Абай. Бақ бермейді деп отыр. Сол ғылым адамды өмірден алып кетеді. Өмірден оны ажыратады кәдімгідей. Сөйтіп, ал өмірден ажыраған адам торығу сезіміне пайда болады. Сөйтіп, ол өз-өзіне қол жұмсайтын, яғни өмірмен қош айтысатындай деңгейге жетеді. Жіңішке жеп, үзілуге шақ қалады. Негізі «Степной волк» аталуының проблема қойып отыр. Яғни, мынау таза ғылымға сенген адамның жететін, баратын межесін айқындап отыр. Сөйтіп ол осындай суицидтік халде жүрген кезде жаңағы тән қызығына берілген табиғи жезөкше әйелмен кездеседі. Сол кезде жаңағы жезөкше әйел ол интеллектуалдық, керісінше жігіт интеллектуал жігіт, яғни жүрегін жоғалтқан, сезімін жоғалтқан. «Степной волкқа» айналған сөз, қасқырға айналып кеткен. Мына әйел керісінше кездескен жеңіл жүрісті әйел, керісінше онда сезім күшті, әйелдік сезімі күшті, интеллекттен жұрдай, интеллект жоқ мүлдем. Бірақ сол әйел жігітті құтқарып қалады. Сонда жаңа кафеде кездесуі, жігітпен, ғалым жігітпен, жезөкше әйелдің кездесуі, бұл жігіттің екінші рет дүниеге келуі деп есептесек болады. Өйткені жазушының шеберлігі сонда, ол жезөкше әйелдің аузына сөз салады. Балапаным дейді санаған. Мен сенің анаң сияқты, мен саған қайтадан өмір сүруді үйретейін дейді. Сөйтіп, оны қалай үйретесің дегенде, мына қалдыңдағы тауықтың сирағын дейді, сен жай жеп отырсың дейді, сен ойың басқа жақта дейді. Сен мүлдем басқа нәрсені ойлап отырсың, сен өмірден ләззат алуды ұмытып қалғансың дейді. Сен ана қолыңдағы тауықтың санынан дейді, ләззат ал дейді, басқа ештеңені ойлама дейді. Бақыт деген ол қазір дейді, осы жерде дейді. Сөзсіз бе? Ол бақыт деген сенің жаңағы қияли дүниеңде емес дейді. Бақыт деген өмірден ләззат алу керек дейді. Мен сенің анаң ретінде, мен сені дүниеге қайта келейін дейді. Сөйтіп, жаңағы жігіт сол алдында ғана жаңағы бритва дейді ғой? Ұстарамен өзінің тамағын орып жіберіп, сол кафенің әжетханасында өзінің өмірін қиып жүруге барған жігіт райынан қайтып, жаңағы жезөкше әйелдің ықпалына түседі, сонымен дос бола бастайды. Сөйтіп, бірте жаңағы өзінің кеселінен, ол кесел негізінен арылып, ол өмірге қайтып келеді. Негізгі шығарманың сюжеті сондай да, фабуласы сондай. Жақсы, енді сіз жаңа айттыңыз, әйел құтқарады деп. Осы арада жалпы интеллектуалды әйел деген бар, табиғи әйел дегеніңіз. Осы екі ұғымның айырмашылығы қандай? Өмірде жалпы қайсысы керек деп ойлайсыз? Жалпы, мынау
Герман Гессе айтады осы шығармада, интеллектуалды әйел дейді, ол монстр дейді да, ол су ақыл иесі дейді, өте қорқынышты нәрсе дейді, ол түсінесіз бе? Ал табиғи әйел дейді, табиғи әйел өзінің табиғилығын жоғалтпаған. Ол интеллектуалдық әйелге қарағанда тереңірек дейді. Ол ақылмен ойлап білген нәрсені бұл жүрегімен сезіп отырады дейді. Сондықтан бұл жерде интеллект пен жүрек жаңағыдай табиғилықты салыстыра отырып, Герман Гессе негізінен бізді сақтап қалатын, құтқарып қалатын жүрек табиғилық екендігіне бізді тағы да бір иландырады. Жақсы. Енді мына арада жалпы 20 ғасыр әдебиетіміз Хемингуейде жоғалған ұрпақ деген түсінік бар. Степной волк шығармасының өзінде ең бір жаман нәрсе бар, ол екі заман, екі қоғам ортасында қалған адам, нағыз бақытсыз адам дейді. Иә. Ана уақытсыз туған ерден уақыт туған нұрға шаттық деген де сөз бар қазақ тілінде. Енді осы арадағы екі ортада қалып қою, екі заманда қалып қою мәселесі. Қазір кезде де біз қарап отыратын болсақ, мына 90-шы жылдардан кейін де осы формация дәуір алмасу кезіне тап келдік. Қазіргі кездегі мына жастардың, әсіресе 90 жылдардан кейінгі мына мінезінде бір тұрақтылық жоқ, бір нақты характер осы деп айта алмайтын жағдайға жетіп отырмыз. Осы мәселе қалай ойлайсыз? Жоғалған ұрпақ қазірде бар ма бізде қоғамда? Степной волктай. Иә, қытайлардың айтады ғой, өзгерістер заманында туыдан Құдай сақтасын дейді. Иә. Құдай сақтасын. Шын мәнінде қазіргі өзгерістер заманы біз өмір сүріп жатырмыз. Бірақ бұл бір жағынан мен өзім ойлаймын, жалпы мынау статикалық қоғам, яғни өзгермейтін қоғам, ол да бір деградацияға ұшырайды негізінен. Қоғам негізі өзгеріп отыру керек. Өзгеріп отыру. Әрине, дәл сол өзгеріс болып жатқан кезде дүниеге келген ұрпаққа ауыр тиетіні рас, өйткені ескі қирап, жаңа қалыптаспаған кезде. Қазір енді біз қазақ қоғамын өзгерістер қоғамы деп біз айта алмаймыз. Неге? Өйткені 20 неше жыл өтіп кетті. 91-ден бастап 26 жыл өтті. 26 жыл дегеніміз үлкен уақыт негізінде. Ол бір жас жігіттің ғұмыры. Сондан қазір біршама біз қалыптасып қалдық. Қазір енді өзгерістер заманынан деуден гөрі, қазір мен мынадай баға берер едім. Қазір біз өшкеніміз жанып, есемізді толтырып, бұрынғы өзінің ата-бабаларымыздың дүниетанымын қайта жалғанып жатырмыз. Яғни біз жоғымызды түгендеу үстіндеміз қазір. Қазір, иә. Сондан қазіргі кезде современный, яғни осы заманға лайық адам болу үшін міндетті түрде өзінің ата-бабаларымен жалғануың керек. Солардың дүниетанымын меңгеру керек. Ал ата-бабаларымыз не айтып отыр? Ата-бабаларымыз айтып отыр. Оқығанына